Әйелдер қауымы бұл Алланың берген үлкен нығметі. Әйелдер қауымы ешқашан отбасында күйеуіне жаман болсын деген ондай сөз көтерілмейді. Бірақ мына сырттағы жағдаяттарыңды, сенің немен айналысатқаныңды көп түсінбегендіктен жақсы ниетпен осылай сөзге араласып отыратындары бар. Соның әрқайсысын електен өткізіп, сен неғып сөйлей бересің, сен неғып араласа бересің деп осылай ушықтырсаңыздар, бұл нәрсе тоқтамайды. Әйелдер қауымына повод беріп қоймаңыздар сөйлеуге. Оларды сөйлеу жағынан жеңген бір адам бар дейді ғұламалар кітапта. Кім ол десе, оның өзі жындағына кетіп қалған баяда дейді. Мынау тартысып, әйелдер қауымын жеңе алмайсыздар. Бұл дәлелденген нәрсе. Өйткені ол кісілер тәулігінде неше мың сөз сөйлеу керек екен? Өткен дәрісте өттік қой. Неше мың? 21 мың. Ал ер азаматтар ше? 4 мың. Бас аяқ 4 мың. Соны қайта 1000 үйге алып келді деп атқанымыз сол. Соны, та не боп деп шай ішіп, үндемей отыра бер, дырылдап 21 мың сөз айтып тастайды ол кісілер. Арасында міндетті түрде оларды алып қосар қателіктерін көріп отырасыз, сонда өзің шешім қабылдайсың. Оны тоқтатып әуре болма, миымды жеп қойдың, сөйлеме, үндеме деп аузын жапсан, бүгін айта алмай қалған сөзіне ертең тағы қосылады. Нешең болады ертең? 42 мың болды. Ертең тағы сөйлей алмай қалса, ол кісі айта алмағанын сыртқа шығып міндетті түрде ол подружкасын айтады, не жақтағы мамасын айтады. Әйтеуір біреуге айтатыны біреуді табады ол кісілер. Уайымдамаңыздар. Ішіне жұт удалить етіп жүру деген нәрсе жоқ ол кісілерде. Міне, Алла разы болсын. Алла Тағала солай жаратқан. Қайтесің енді оны? Сол үшін ер азаматтар не істеу керек? Не істеу керек? Бүгін тақырып болды, сабыр деді. Осын жақсылап ішіңден сабыр етіп, ішіңден салауат айтып, бүйтіп отыра бер.